Қайырлы күн, Жансай арнасының көрермендері, сіздермен біз бүгін кедейлік шақыратын әдеттер туралы айтпақпыз. Болмаса өзімізге байлықты, дәулетті, берекені шақыратын кедергілерді айтамыз. Яғни қандай жағдайда біз қандай әдеттерді өзгертсек, бізге осындай байлық, дәулет оңай келеді. Яғни ең алдымен есікті кермеу, табалдырыққа отырмау, бұл ата-бабамыздан келе жатқан әңгіме. Бұны ырым деп те қабылдайық, кейбір негізінде бұл яғни шынымен де кедейлік шақыратын әрекеттерінің бірі екен. Үйге кіргенде бисмиллахпен кіру, оң аяқпен есікті ашып бастау. Яғни ас ішкен кезде асты бисмиллахпен жеу, және де ішкен асымыздың орнынан дереу жинап қою. Үйде кез келген ыдыстың бетін түнде жабу, мейлі ол су құйылған болсын, мейлі бос ыдыс болсын, міндетті түрде әр ыдыстың бетін жауып жатуымыз керек екен. Бұл да бір кері әсерін беретін әдеттер. Және ұйықтаған кезде бисмиллахпен жату және жалаңаш жатпау, міндетті түрде киіммен ұйықтау, бұл да бір маңызды әрекеттердің бірі екен. Жалаңаш түрінде дәрет сындыруға бармау, жалаңаш күйінде жеке гигиеналық заттарды жасамау, яғни үсте міндетті түрде киім болу керек екен. Және белден төмен киілетін кез келген шалбарды отырып кию маңызды екен. Тұрып асығыс кимей, асықпай отырып оң аяқпен бастап кигеніңіз дұрыс. Және тіске, ауыз қуысындағы кез келген затты ағаш, яғни зубочисткамен болмаса шөп деп айтайықшы, сондай заттармен тазаламауыңыз керек екен. Мінекей біздің күнделікті өмірде жасайтын осындай әрекеттеріміз біздің бай қуатты болуымызға кері әсерін беретін әрекеттер екен. Осыны дұрыстап бай қуатты